Сәлеметсіздер ме көрермендерім? Ешкі сүті 99 түрлі ауруға ем екенін өткен видеомда айтқан болатынмын. Бүгін сол тақырыпты жалғастырамын. Асқазан мен ішек ауруларының кез келген түріне ешкі сүті пайдалы. Оның құрамындағы лизотин асқазан және ішектегі шырышты қабық жараларын емдейді. Сонымен қатар, асқазан сөліндегі қышқылды бейтараптандыратын ерекше қасиетке ие. Егер асқазан жарасы зардабын тартып жүрсеңіз, онда сізге ешкі сүтін ішу арқылы емделетін мынадай амал көмектеседі. Күн сайын таңертең аш қарынға ешкінің бір стақан шикі сүтін ішіңіз. Содан кейін әр кезде ұрттай жүріп, кешке дейін 2 стакан сүтті тауысу керек. Емдек курс 21 күн. Ешкі сүті диатез дерті кезінде де көмектеседі. Қазіргі кезде көптеген балалар мен балалардың ата-аналары диатез және терінің қабынуы сияқты дерттерге тап болып жатады. Мұндай ауруға шалдыққан бала қиналатындығы мен оның емделуі ұзақ уақыт алатындығын ата-аналары біледі. Бұл дерттен ешкі сүтін ішіп, біржола арылуға да болады. Дәрігер-педиатрлардың анықтауынша, ешкі сүтін жиі ішетін балалар диатез дертіне шалдықпайды екен. Сондықтан балаға үзбей ешкі сүтін беріп, түрлі аурулардың алдын алған дұрыс болады. Осы орайда өмірлік тәжірибеден мысал келтірейін. Менің жиеніме 6 айынан бастап ана сүтіне қосымша тамақ ретінде аз мөлшерден ешкі сүтін бере бастады. Ана сүтінен ажырағаннан кейін ешкі сүтін ішуді жалғастыра берді. Қазір тұмау кезінде қасындағы кішкентай бауырлары тұмауға тез бейім болса да, оның иммунитеті жақсы болғандықтан тұмауды жұқтырмайды және тісі де сау. Ұйқы безінің қабынуында бұл дертке шалдыққан науқас күніне жарты литр шикі сүтті тамақ алдында 2 ай бойы ішуі керек. Халықтық медицинада қант диабетімен ауыратын науқастарға ешкі сүтімен жүргізілетін емдік тәсілдер өте көп. Соның бірі мынадай: күні бойы әр 2 сағат сайын ешкі сүтін үзбей ішіңіз. Мұны аптасына 1-2 рет жасау керек. Бірақ мұндай ем жүргізген кезде дәрі-дәрмек ішуге болмайды. Ешкі сүті қатерлі ісік ауруының алдын алып, оның жеңіл түрлерінен айықтыратын қасиетке де ие. Сондай-ақ иммунды жүйені нығайтады. Ешкі сүті жүкті әйелдер мен емізулі бала үшін де өте керек қорек. Құрамындағы витаминдер, микро және макро элементтері ана ағзасы мен жатырдағы бала үшін өте пайдалы азық болып табылады. Ондағы кальций баланың сүйегін дұрыс қалыптастыруға септігін тигізсе, болашақ ананың тістерінің түсуі және тырнақтарының сынуын болдырмайды екен. Ал емізулі әйелдер күнделікті ешкі сүтін пайдаланса, өзінің ғана емес, баланың ағзасын да витаминдер қорымен байытып, сүйектерін қатайтады. Ешкі сүтін үзбей ішетін емізулі ана қаназдық дерті мен витаминнің жеткіліксіздігінен зардап шекпейді. Артық салмақтан арылғысы келетіндерге де пайдасы бар. Ешкі сүті майлы болғанымен ағзаға май жинамайды, ал құрамы витаминдерге өте бай. Бұл сусын диета ұстап жүрген адам ағзасын түрлі витаминдермен қоректендіреді. Терідегі түрлі бөртпелер мен дақтарды кетіруде ешкі сүті табиғи тазартқыш құралы болып табылады. Шикі сүтпен бетті сүртуге болады. Сонымен қоса ол теріні ағартады. Шашты жуған кезде ешкі сүті қосылған сумен шайып тұрса, шаштың түсуін тоқтатады екен. Сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүтінде В12 витаминінің құрамына кіретін кобальттың мөлшері 6 есе көп. Ал калийдің жоғары мөлшері жүрек қан тамыр жүйесінің қызметіне оңды әсер етеді екен. Калий мен магний ағзадағы зиянды элементтерді стронций мен радионуклидті шығаруға көмектеседі. Сондықтан әсіресе қала тұрғындарына ешкі сүтін ішу ұсынылады. Магний жетіспеушілігі қауіпті ауруларға соқтыруы мүмкін. Адам ағзасы тәулігіне 400 мг магний қажет етеді. Осы қажеттілікті ешкі сүтінен алса, холестеринді азайтып, бүйрекке тас жиналудың алдын алады екен. Сондай-ақ қан қысымы қалпына келеді. Ешкі сүтін Гиппократ құрт ауруымен ауыратын адамдарға ем ретінде ішуді ұсынса, Ибн Сина айналасындағыларға қартайғанда балаларының алдында мүсәпір халге жеткілерін келмесе, ешкі сүтін ішіңдер деп, оның ағзаның саулығы мен ұзақ жасауда пайдалы зор екенін атап өткен. Педиатрияда жаңа туған нәрестенің іш жүруін қалыпқа келтіру үшін ең бірінші осы ешкі сүтін береді. Ешкі сүті ана сүтін алмастыра алады, бірақ әрине баланы ана сүтінен айырмаған жөн.
Жалпы, ешкі сүтінің суық тигенде тез жазылу үшін де пайдасы мол. Дегенмен еміздеймін деп ауруға ауру қосып алмаңыз. Ешкі сүтін танымайтын адамдардан кез келген жерден сатып алуға болмайды. Бруцеллез ауруының инфекциясын жұқтырып алуыңыз да мүмкін. Ішек ауруларынан сақ болу үшін сүтті жақсылап қайнату керек. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.